Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз ет пен көкөністен осындай керемет салат жасайтын боламыз. Менің пайдалы кеңестерім мен видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Осылайша қазақ тілді арналардың дамуына өз үлестеріңізді қосып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Ет пен көкөніс салатын жасау үшін бізге піскен ет, картошка, сәбіз, бір дана қияр, жарты пияз, бір дана сарымсақ және горох пен майонез қажет. Осы қажетті заттардың, өнімдердің барлығын, көкөністердің барлығын ұзынша етіп турап алып, барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Етті де, картошканы да, сәбізді де барлығын осылайша ұзынша етіп турап алып саламыз. Пиязды кішкене ұсақтап саламыз. Сарымсақты үккіштен өткізген дұрыс. Сонда өте ұсақ болып, желінген кезде білінбейді. Сосын кішкене ірімшік қосып жібереміз. Ірімшікті де үккіштен өткіземіз. Салатымыздың дәмі кіріп, тәтті болу үшін кішкене ірімшік қосып жатырмын. Енді бұл салатты жасау үшін мен үйдегі бар заттарды қолданып жатырмын. Кішкене ғана горох қосып жібердім. Түскі шайға кішкене салат болсын деп жасап жатырмыз. Бір-екі тарелкадай ғана шығатын салат жасап жатырмын. Бір жегеннен қалмасын деп. Бірінші жасаған кезде неде болса барлығы сондай тартымды, дәмді болады ғой. Ал сақтап қойып, кешкі асқа ертеңге жегенге жарамайды деп ойлаймын. Қазіргі жаз күнінде барлық нәрсе тез бұзылып кетеді. Тоңазытқышқа қойып қойсаң да сүйкімсіз болып қалады. Сондықтан да әр нәрсені өзінің уақытысында жеген дұрыс деп ойлаймын. Жаңадан дайындалған кезде, балғын кезінде жесең өте тартымды және сіңімді болады. Мінекей, түскі шайға тарелкаға салып, салатымызды дайындап жатырмыз. Салатымыз өте әдемі болып шықты. Дәмі де өте керемет. Осылайша сіздер де түскі асқа, немесе кешкі асқа осылай салат дайындасаңыздар болады. Қолдағы бар, қол жетімді үйдегі осындай азық-түліктерменен. Егер де сіздерге ұнап жатса, сіздер де осылай үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Өте күшті салат, дәмді салат. Егер майонез қосқыларыңыз келмесе, оның орнына қаймақ қосса да болады. Бұл жерде бұл салаттың жасалу ешқандай ережесі жоқ. Қолдағы бар, үйдегі бар заттарды қолданып, барлық өнімдердің бір-бірімен үйлесімділігін сақтай отырып, осылай жасасаңыздар болады. Сау болыңыздар.